Отағасы достарымен балыққа барып, осындай балықтарды ұстап келіпті. Мен папасы балық ұстап келдіңіз ба деп балықты алдым дағы осылайша фук етіп тазалап тастадым. Күйеуімнің үйге алып келген әрбір ұсақ-түйек затында мен үшін береке бар. Сондықтан мына балық кішкентай не үшін алып келдіңіз деп отырмай, балықтарды бірден пісіруге кірісіп кеттім. Ең алдымен керегінше тұз шашып аламыз. Сосын қызып тұрған табан немесе қазанымызға көбірек етіп май қойып, қатты қыздырып, балықтарды бірін-кетін пісіріп бастаймыз. Балықтардың бір таманы жақсылап қызарып болған соң, оларды әдемілеп аударып аламыз. Менің күйеуім отбасымен немесе достарымен жиі аңға, балыққа баруды ұнатады. Ал сіздердің күйеулеріңіз балық аулағанды ұнатады ма? Өзім балық ұстап білмесем де, күйеуімнің қасында балаларыммен уақыт өткізу үшін қуана-қуана барамын.